саламатсыздарбы? Бүгін біз көре алмаушылық сезімінің өзін бағалауға және орындалмаған потенциалға мүмкіндіктерге байланысын қарастыратын боламыз осы видео лекцияда. Енді қарайық. Алдыңғы видео лекцияны қарап мен көп жерлерінде әр жерден жұлып алғанымды байқап, қателік кемшіліктерін байқап, содан осы жолы басқаша бір мысалдармен көрсеткім келеді. Мен сол үшін бұл лекциямыз тек теория емес, практика жүзінде, бұл осы видео практика жүзінде әрбір өмірлік мысалменен әрбір салаға және көре алмаушылық неден шыққан, оның астында не жатыр деген сұраққа, мен іштарлықтың себептері деген сұраққа жауап беруге тырысайын. Көре алмаушылық дегеніміз ол біздің жанымыздың қалауы, біздің жанымыздың бағыт-бағдары. Мысалы, қараңғы бөлмеге фонарикті жақсаңыз, сізге көрсетеді ғой, қараңғы бөлмеден қай жерде не зат тұрғанын. Сол сияқты бұл біздің ішіміздегі қараңғы өзіміз байқамайтын жақтарымызға білдіретін фонарик сияқты сезім көре алмаушылық деген. Сол көре алмаушылықтан сіздің өзіңіздің білмей жүрген қалауыңызды, білмей жүрген өзіңіздің мүмкіндіктеріңізді, потенциалыңызды аша аласыз. Сол үшін ол сезімді жаман сезім немесе одан бас тарту керек деген ойға келуге, бас тартсаңыз, егер сіз көре алмау дұрыс емес, мен бұл нәрсе күнә деп, мысалы, діни адам болсаңыз, ондай сезімді сезінбеймін деп сезімді өзі жауып тастауға болмайды. Біріншіден, егер солай жауып тастап ары қарай өтіп кете беретін болсаңыз, сіздің денеңізден психосоматика шығады. Психосоматика деген әр жеріңізден аурулар шығады денеңізден. Содан соң өзіңіздің не қалайтыныңызды, қандай арман тілектеріңіз бар екен, өзіңізді сезінбей қаласыз, сезінбей қалуыңыз мүмкін. Сол үшін әрбір сезімнің өзінің астарында не жатқан, сізге не білдіріп жатқан, не істеу керек екенін біліп, құрал сайман ретінде өзіңізді танысаңыз, білсеңіз, сонда ол сезімді оң жағынан құрал ретінде пайдалануға болады. Бірінші, енді көре алмаушылықтың ең бірінші себебі ол сіздің бір кездері бір қалауыңыз, потенциалыңыз, мүмкіндігіңіз болған. Сол мүмкіндігіңізді сол кезінде сіз жүзеге асыра алмағансыз. Яғни сол бұрын бір қалаған бір мамандықты ма, немесе бір статусты ма бір қалауыңыз болған, сол жүзеге асырылмаған. Содан соң біраз уақыт өткеннен кейін сол көре алмаушылыққа әкелуі мүмкін. Біреуге қарап, сіз қараған кезде сол нәрсені сол адамның бойында көрсеңіз, сізден көре алмаушылық бірінші қызығушылық шығады, кейін көре алмаушылық іштарлық сезім шығады. Енді мысалмен айтайық. Бірінші бір әкенің бір ер адамның мысалымен айтайын мен. Бір ер адам, оның құндылығы, бірінші құндылығына қарайық. Ол ер адамның құндылығы, мен ешкімге бағынышсыз, тәуелді жұмыс істеп ақша тапсам деген, сондай оның бұрын қалауы болған, бірақ ол қалауын жүзеге асыруға кеңес үкіметі кезінде ондай қалаулар жүзеге асыру мүмкіндік жоқ қой. Ол кезде бәр адам бірдей айлықпен, бірдей бастыққа, бірдей жұмысқа барып келіп, бәрі копия сияқты, инкубатор сияқты өмір сүрген адамдар. Сондай мүмкіндік болмаған ол кісінің сол кездегі қалауын жүзеге асыруға. Кейін уақыт өте келе, ол семья отбасылы болады, ұлдары, қыздар өсіп, соның бір ұлы тура соның армандағыдай, соның бұрын қалап жүзеге аспағандай қалауларын бір ұлы сондай болып шығады, өзінің кәсібі болып, ешкімге тәуелсіз түрде ақша табатын сондай ұлды өсіріп шығады ол кісі. Бірінші басында ұл үшін мақтанады, адамдардың алдында қуанады, жетістіктеріне тамсанып қарайды, баласына қараңыз, тамсану шығып жатыр. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін осы тамсанудың арқасы көре алмаушылыққа жалғасып, өзінің ұлына деген, отбасы мүшелер арасындағы көре алмаушылық туралы айтып отырмын. Көре алмаушылыққа жалғасып кетеді. Осы кезде бір адамдар айтуы мүмкін, мүмкін емес ондай семья мүшелерінің арасындағы көре алмаушылық, әке деген, шеше деген баласының тек қана қуанады деген айтып,
өзіңізді қорғауыңыз мүмкін, бірақ әрбір адам жеке адам, әрбір адамның өзінің қажеттіліктері болады, өзінің қалауы болады, өзінің дүниетанымы болады. Біз бәріміз бір-бірімізге жалғасып туылмағанбыз ғой. Әр адам жеке-жеке келеді дүниеге. Дәл сондай өзінің қажеттіліктерін көміп қойып бір жерге баласы үшін немесе бала шағасы үшін өмір сүрген адам әйелдердің көп осындай көреалмаушылық сезімі шығады кейін ұл қыздарына деген. Сол үшін мен өзім ойлаймын, әркім өзінің өмірін сүру керек, біреуге өмірді арнамай. Сонда ешкімге көреалмаушылық та, біреуді айыптау, кінәлау, балдарын айыптап, кінәлап, сенің кесірінен мен балалық шағым саған арнаған, немесе күйеуіне айтады, саған арнаған мен жастық шағымды деп. Бүкіл өмірімді олай ешкімді біреуді айыпты да сезіндірмеу үшін әркім өзі үшін өмір сүру керек деп ойлаймын. Сөйтіп, бағанағы бірінші мысал ер адамның өзінің ұлына деген көреалмаушылығы. Қараңыз, бұл жерде көреалмаушылық қайдан шыққан? Іштарлық. Бұл жерде іштарлықтың астында жатқан нәрсе ол өзінің потенциал, өзінің бұрынғы мүмкіндігінің орындалмауы. Ол қалаған сондай өмірді орындай алмаған. Содан соң басқа өзінің ұлынан көріп сол нәрсені қанша жылдар өткеннен кейін сол оянып, сол бөлігі бұрын орындалмай қалған армандары арқасы көреалмаушылыққа жалғасып келді. Екінші бір әйелдің мысалында айтайық. Бір әйел өзі мектеп оқып жүргеннен өзі суретші, суретке қызығушылығы бар, оның қалауы жанының суретші болу болған. Содан соң бірақ оның әке шешесі ондай суретші болуына қарсы болып, ол қызды басқа оқуға түсуіне де қарсы болып, сен қазір тұрмысқа шықпасаң, ертең сен уақытың өтіп шыға алмай қаласың деп қорқытып, қорқынышпенен баласын манипуляция басқарып әке шешесі. Сол кезде ол әйел оқуға түсудің орнына тұрмысқа шығып кетеді. Бала шағамен өмірін солай бала шағасына арнайды. Жақсы енді, сөйтіп келіп, оның бір қызы сондай өнер, сол қызға өтіп, генетикамен өнер академиясы суретші емес, мүсінші болып шығады. Сөйтіп ол қыз оқуын да бітіреді, тұрмысқа да шығады. Былай қызына бірінші қызығып қарап, болады екен ғой деген ой келеді ана әйелдің ойына. Тұрмысқа да шығуға, оқуды да бітіруге, жұмыста істеуге бәрін кезек-кезекпен ұйымдастырып жасауға болады екен деген ой келіп, сол әйелі, бағанағы әйел өзінің қызына көреалмаушылық, іштарлық сезім пайда болады. Бұл оқиғада да қараңыз, бұл жерде болмай қалған нәрсе, ол әйелдің бұрынғы потенциал деген мүмкіндік. Мен бұрын 17-18 жасымда немесе 20 жасымда бір нәрсені, бір өзімде, бір өмірімде, бір кәсіпке қалаймын, сол нәрсені армандаймын, бірақ болмай қалған бір жағдайлармен. Сол жағдайлар кейін өзімнің балдарымның бойында болып жатқанын көріп, менде көреалмаушылық сезімі шығады деген сөзді. Менің бұрынғы мүмкіндіктерім жүзеге аспай қалған потенциалымның орындалғанын көре алмаймын деген сөз. Үшінші бұл екі оқиғада бір көреалмаушылықтың бір астары бар. Көреалмаушылық сезімнің ол менің құндылығымның, бұрынғы мүмкіндігімнің орындалмай қалуы деген. Орындалмай қалған себебі содан жатыр астында. Түсіндірдім деп ойлаймын. Келесі көреалмаушылықтың өзін бағалауға байланысты қандай, осы тақырыпты қарастырайық. Көреалмаушылық, мысалы, бір ерлі-зайыптылардың арасында. Ерлі-зайыптылардың арасындағы көреалмаушылық сезім. Ер адам күйеуі әйелін жетістікке жетсе көре алмауы, немесе әйелі күйеуінің жетістікке жетсе көре алмауы. Не жатыр бұның астында? Қараңыз, мен қазір барлық мысалда мен деп айтам, бірақ түсіндікті болу үшін. Мысалы, мен күйеуімнің бір жұмыста, бір кәсіпте, бір саладағы жетістіктерін көре алмай бастадым дейік. Мысалы, көре алмай бастадым. Өзінен өзі әр күн сайын айтады жетістіктерін, мен оны көре алмаймын. Не жатыр бұның астында? Неге мен өзімнен өзім сондай, екеуміз бір отбасымыз ғой, мысалы. Неге ондай шығып жатыр? Оның астында қорқыныш жатыр.
Қандай қорқыныш? Оның астында қорқыныш менің күйеуім екеуміз простой студент болып отбасы құрсақ, мысалға, ол бір жетістікке жетсе, әйелін де сөйтіп қызғануы мүмкін. Еркектер екеуміз бұрын нөлден бастағанбыз. Әйелі сондай жетістікке жетсе, немесе менің күйеуім сондай жетістікке жетсе, ол жоғары көтеріліп, мүмкіндіктері өсіп, мені тастап кетуі мүмкін деген қорқыныш жатыр оның астында. Ал бұл қорқыныш жақсы, иә, осы мен бір қорқынышым. Осыдан қорқыныштың арты көреалмаушылыққа жалғасып жатыр. Одан соң екінші, бұл қорқыныш қайдан шыққан? Енді одан астына түсейік та. Қорқыныш өзінен өзі шықпайды ғой. Неге мен қорқамын? Осындай қорқыныш неге менен шықты деген сұраққа жауап берейін. Қорқыныштың шығуының астында менің самооценкам жатыр. Егер мен өзімді лайықсызбын жетістіктерге, немесе мен ешкім емеспін деген тұжырымдама, самооценка, өзімді өзім солай бағаласам, мен қасымдағы кім болсын, досым болсын, күйеуім болсын, танысым болсын, жетістікке жетсе, мен өзімді бағалап, салыстырып, бұрын әке шешемді салыстырғандай. Салыстырып, оның арқасы көреалмаушылық қалып барады. Бірінші қорқыныш, оның астында самооценка, өзін өзі бағалау жатыр. Егер адам өзін өзін дұрыс бағаласа, өзінің мүмкіндіктерін, өзінің артықшылықтарын, кемшіліктерін, бәр адамда кемшілік бар. Артық жақтарын бағалап, кем жағына өзіне кешіріммен қарап, кем жағына. Ал артық жақтарына назар аударып, сол артық жағын одан арттыруға көңіл бөлсе, өз-өзін дұрыс бағалап, өзіне кешіріммен қарап, мен анадан артықпын деген тұжырыммен емес, мен өзім бақытты болуға, мынандай жетістіктерге жетуге лайықтымын деген түсінікпен өзін дұрыс бағалай алса адам, ол адамда ондай теріс көреалмаушылық, өзін салыстыру, анамен салыстыру, мынамен салыстыру, анаған жеттім, мен мынаған жеттім, анау жетпеді, мынау жетпеді, мен мынадан артықпын деген тұжырымдама болмайды. Ол өзімен, бұрынғысымен, қазіргісімен, өзімен ғана бағалайтын болады. Салыстырмайтын болады, өзімен өзін ғана салыстыратын болады. Сол үшін барлық көреалмаушылық сезімінің астында ең түбінде самооценка, өзін өзі бағалау жатыр. Өзін өзін бағалағанда да мен сізді жарысып, анадан зормын, мен мынадан зормын деген тұжырымдама емес, түсінік емес, бұл жерде астында жатқан. Бұл жерде астында жатқан мен өзім қандаймын, өзіме қалай баға беремін. Маған анау қалай баға береді, мынау қалай баға береді емес, өзім қалай баға беремін деген түсінік жатыр. Сол үшін егер сіз өзің бойыңызда көреалмаушылық сезім көп болса, өзіңізге бағалап жүріп, мен сізді өзімнің тренингіме шақырамын, самооценка, өзін өзін бағалауға қатысты. Сол жерде өзін дұрыс, адекватты дейді ғой, оң бағалауға үйретеміз. Оң бағалауға үйретеміз, ешкіммен салыстырмай, өзіне өз баға беру. Енді не істеу керек көреалмаушылық сезім келген кезде? Мынандай қадамдар жаса, мен сізге ұсыныс жасаймын, жасау, жасамау енді өзіңіздің қолыңызда. Кетіп бара жатсыз, сізде сол сезім шықты. Сезім шыққан кезде ол бір ұзақ 10 минут, 20 минуттық болатын нәрсе, сезім емес. Сол сезімді ең бірінші сезіну керек. Қазір менің бойымда не болып жатыр? Денемде не болып жатыр? Бұл бірінші қадам. Қандай сезім келді маған деген. Саморефлексия дейді, өзін бағалау. Не сезіндім мен қазір? Қандай сезім болып жатыр? Екінші, сол сезімнің атын өзіңізбен мойындау. Мен қазір мына адамды, мынандай қабілеттерін, мына кәсібіне, мына қасиетіне, мынандай материалдық жағдайына мен көре алмадым. Мойындау екінші. Менің көре алмадым, нені көре алмадым, сол мойындап қабылдау. Менде осындай сезім бар, дұрыс, ол менің бойымдағы бар нәрсе. Мен көресіз ғой, көру деген сияқты, иіс сезу деген сияқты, бұл бір сезім ғой, ішіміздегі жатқан. Екінші, мойындау. Мынандай нәрсені көре алмадым, мынандай нәрсені. Бірінші сезіну денеңіздің бойынан. Екінші, соны қабылдау, кейін анықтау, не болып жатыр, нені көре алмадым, түбіне шейін жету. Үшінші, келесі әрекет жасау. Сол нәрсені, көре алмаған нәрсеңіз сізге керек, значит, ол нәрсе сіздің қалауыңыз,
іштарлық болып жатқан, сізді өлтіріп бара жатқан, сол нәрсеге қол жеткізу үшін әрекет жасасаңыз, жақсы әрекет жасауға мүмкіндігіңіз де жоқ екен дейік та, қабылдап соны сезінсеңіз де сіздің организміңізге, денеңізге ондай зиян келмейді. Егер сіз оны қабылдамай, жоқ, менде ондай нәрсе жоқ, мен әулиемін, мен ондай жаман арам сезім ол деп айтады ғой дінде. Күнәға апаратын сезім, мен ондай нәрсе, менің бойымда мүмкін емес ондай сезім болу деп қабылдамасаңыз, сіздің көре алмай бара жатқан сезіміңізді, ол сізді іштей өлтіріп, жаман сезім ол. Жаман емес, қабылдамаған жағдайда өзіңізге қарсы келетін аутоагрессия деген бар. Ол агрессияға айналып, агрессия өзіңізге өзіңіз бағытталған агрессия болып, бүкіл денеңіз қирап тынады бір 2-3 жылда. Солай осылай қабылдауды, мойындауды, өзінің сезімін сезінуді, менде осындай болып жатыр, өзін дұрыс бағалауға, өзін кешіруге, адам өз-өзіне мейіріммен қарауға, өзіңізді өзіңіз жақсы көруге мен шақырамын. Менің тренингтеріме келіңіз. Видеоның астына мен сайттың және өзімнің контакт байланыс желілерін тастап кетем. Сол жерден маған хабарлассаңыз болады.